Жақпекқызы. Қошеметтеріңізді аямай отырыңыздар. Байдилдаев Динар. Жаңа үйдің ауласына жиналған тұрғындардың қарасы көп болды. Көңілді әуендер шырқалып, отбасы мүшелерінің жүзінен ерекше шаттықтың лебі сезіліп тұрды. Салтанатты шарада облыс әкімі Ерлан Қошанов отбасыларды қуаныштарымен құттықтады. Теміртаудың дамуы елбасымыздың ерекше назарында екенін білесіздер. Оны таяуда ғана елбасымыз осы Теміртауда болғанда айрықша сезіндіңіздер деп мен ойлаймын. Жалғыз бұл тұрғын үй емес, тағы да көптеген әлеуметтік көп жылдан бері шешілмей келе жатқан мәселелерді елбасы осы Теміртауда шешімін тауып кетті. Емхана болсын, балабақша болсын, немесе спорт кешені бар. Оның барлығы осы таяу айлардың ішінде құрылыстары басталады, елбасы тапсырмасы. Көптен толғандырып жүрген мәселе теміртаулықтарды жылу мәселесі. Ол жылудың да шешімі қазір табылып отыр. Сондықтан да елбасының арқасында бүгін көптеген осы әлеуметтік мәселелер шешімін тапты. Әрине ең үлкен мәселе әр адам үшін ол баспана. Сол баспана міне бүгін Нұрлы жер бағдарламасы бойынша міне Теміртауда көп жылдан бері үй салынбап еді. Міне осы бір үйді бүгін бастап отырмыз. Бұның әлі жалғасы келесі жылдарда болады. Баспана алу деген әрине ол үлкен бақыт. Сол бақыттарыңыз құтты болсын. Нұрлы жер бағдарламасы бойынша 83 отбасы пәтер кілттеріне қол жеткізді. Мемлекеттік жалдамалы үйдің пәтерлеріне түрлі әлеуметтік осал топтардың өкілдері, мемлекеттік тұрғын үй қорынан пәтер алуға кезекте тұрған жетім өскен жастар, бюджеттік ұйымдардың қызметкерлері қол жеткізді. Баспаналы болғандардың бірі 78 жастағы Қабдолда Ақсақал. Зейнетақысы дәрі-дәрмегінен аспайтын қария 10 жыл бойы пәтер жалдап келіпті. Бүгін 3 коммуналдық квартира алдым. Қуанышым шексіз. Мына жергілікті жердің Ерлан Қошанов бастаған әкіметіне, тұрғын үй жауаптанған коллективке үлкен ризашылығымды білдірем. Армандап жүрген бір арманым орындалды. Енді содардың Алла тағала отанымыз тыныш, еліміз аман боп, Теміртаудың өркендеуіне, көркеюіне қарғадарым, бауырларым үлкен үлес қосып жатсыңдар. Сол өз халықтан естіліп жатады. Сол халықтың біреу менмін. Мына нұрлы жол бағдарламасы, тұрғын үй бағдарламасы бойынша енді қол жетпей тұрған талай нәрселер орындалып жатыр. Халық разы болып жүр. Теміртау қаласындағы тұрғын үй мәселесін шешу жұмыстары одан әрі жалғасатын болады. Бұл шаралар Нұрлы жер 7-20-25 бағдарламасы арқылы іске асырылмақшы. Айта кетейік, осы жылдың соңында 9-шы ықшамауданда 2-5 көп қабатты үйдің құрылысы басталмақ.